Менің аты жөнім Назгүл. Желілік бизнеске келген кезде мен үйде отырған екі баланың анасы едім. Біздің жалғыз табыс көзіміз ол жолдасымның жалақысы болатын. Ол табыс тек несие, балабақша, тамаққа ғана жететін. Көбінесе жетпейтін де. Бірақ бір сәтте бәрі өзгерді. Өзімнің де, балаларымның да денсаулығы сыр берген соң, біз табиғи өнімдермен ғана емделуді бастап кеттік. Сол кезде мен өзіме, неге мен осы салада бизнес бастамаймын деген сұрақ қойдым. Siberian Wellness менің алғашқы компаниям емес, бірақ бұл жердің маркетинг жоспары мен мүмкіндіктері мені таң қалдырды. Ешқандай тәуекелсіз, небәрі 26 000 теңгемен бастап, бірнеше миллион табуға болады дегенге сену қиын сияқты көрінсе де, мен тәуекелге бел будым. 10 айда Рубин бизнес-лидер статусына жеттім. Бұл жол оңай болған жоқ. Әрине, кез келген жаңадан келген адамда қорқыныш пен сенімсіздік болады. Бірақ миллионер болғың келсе, қорқынышыңды жеңуің керек. Мен жеңдім, оқыдым, тыңдадым, жасадым. Сол еңбектің нәтижесінде не болды дейсіз бе? 4 айда Сербияға тегін саяхат. Бішкекте сахнада марапат алу. Астанада үлкен жиналыстарға қатысу. Бали аралына жолдасымен демалысқа бару. Желтоқсанда автожоба арқылы жаңа көлік алу. Және де оны ішінде балаларымызға пәтер сатып алу. Қазір сол пәтерде дизайнерлік жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Енді осы айда жақсы табыс түссе, балаларымды жазғы демалыста шетелге апармақпын. Менің өмірім түбегейлі өзгерді. Үйде отырып, тек телефонмен жұмыс істеп, ай сайын 2-3 миллион теңге табу бұл мүмкін емес. Нақты өмірімнің бір бөлігі. Егер де сен де армандай білсең, әрекет ет. Siberian Wellness менің өмірімді өзгертті. Сенің де өміріңді өзгертетін уақыт келді.